Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай, күндеріңіз шуақты болсын. Бүгінгі тақырып бата мен қарғыс деген тақырып болды. Жалпы қазақтың ғұмырында, қазақтың өмірінде бұл біте қайнасып келе жатқан екі сөз, екі дәстүр, екі тақырып. Бұл өте маңызды рөл ойнайтын дүниелер деп айтқым келеді. Жалпы кімде болмасын, қай халықта болмасын, бұл риза болу, ризашылық алу, ризалығын алу деген нәрсе өте үлкен мәнге ие. Біздің қазақтың қоғамында тіптен бұның орны ерекше, өте үлкен мәнге ие. Қазақ тіпті үйіне қонақ шақырған уақыттың өзінде баласына, қонақтарға қолына су құйғыздыру арқылы да бата сұратып бата алған. Әрбір үлкен бір істі бастардың алдында, үлкен бір сапарға шығар жолында, бір жалпы шешімі табылмай жатқан істерде адамдар үлкендерден бата алып отырған. Сол бата адамның ғұмырына, адамның тағдырына әсер етеді. Сондықтан тіпті бізден бұрынғы заманның өзінде аузы дуалы, данагөй, ақын, шешен, билерден қазақ баласына бата алу үшін үйіндегі бір тайын, бір жылқысын жетектеп барып та алыстан талай адамнан бата алып берген деп жатады. Сол батасы арқылы өміріне, тағдырына әсер етіп, мен сондай адамнан бата алғам, сондай адамның батасы тиген деп жататыны сондықтан екен. Сондықтан жалпы оны ата-аналарымыз да, әке-шешеміз де, жалпы үлкендер болашақ балаларға бата беру жүруді әдетке айландыру керек. Бата өте үлкен мәнге ие. Бата бір адамның ғұмырына, бір адамның тағдырына әсер етеді. Сіздің батаңыз арқылы бір адамның жолы ашылады. Сіздің батаңыз арқылы бір адам өмірде бақытты болады. Сондықтан бата алуды әдетке айландыру керек, бата алуға тырысу керек. Сонымен қатар соған сай, соған қарама қарсы бір тақырып бар, ол қарғыс. Батаны ала алмаудың, батаның ең төменгі шегі, ең жоғарғысы бата болатын болса, алғыстың ең төменгісі қарғыс. Қарғыс алуда өте қиын, өте ауыр нәрсе. Бата сізді гүлдендіріп өсіретін, болашағыңызға жарқын әсер ететін болса, қарғыс сізді керісінше сондай, керісінше жағына тартады екен. Қарғыс алу дегеніміз ол өте қиын нәрсе, өте ауыр нәрсе. Бірақ қарғыс айтудың өзі, қарғыс жаудырудың өзі ол адамға да оңай, жаман нәрсе. Сондықтан ол қарғыс жайдан жай болмайды. Қарғыс жүйелі болса жүйесін табады дейді, ал жүйесіз болса иесін табады дейді. Әсіресе жаңағы момын адамдарды басынып, қалай болса солай қарғыс айтуға болмайды. Жаңағы жетім жесірді басынуға болмайды. Ол кісілер қарғап кетсе өте қиын болады. Міскінді басынуға болмайды. Міскінге жаңағы жолаушыға болмайды. Ол кісілердің дұғасы қабыл деп айтады. Қазір дұға деп жүрген сол қарғыс деген сөз. Сосын ата-ананікі. Ата-анаңызға жаңағы тіпті түф деме дегенде байқаусызда сізге бірдеңе айтып қалса, сіздің тағдырыңызға әсер етіп кетуі мүмкін. Сонда ата-ана баласының тағдырына тікелей әсер ете алады деген сөз. Сондықтан әрбір ата-ана әрқашан балаңызға қарғыс емес, алғыс айтып жүріңіз, бата беріп жүріңіз. Сіздің батаңыз балаңыздың керегесін көгертеді. Сіз балаңызға бата беру арқылы болашағына жарқын үміттер сыйлай аласыз. Үлкен болашақ сыйлай аласыз. Әсіресе ата-ене, келіндер абай болу керек. Мынандай ролик көргенмен бірде бір атасының келіні болады. Келіні мындай атасының киімін жуып бергісі келмей, дұрыс шай құймай, қалай болса солай жұлқынып, солай жүреді. Адамдар байқамайды емес, байқайды ғой оны. Сосын бір күні ұлы отырып дастарханның басында әкесінен бата сұрайды ғой. Сонда әкесі келініне қарап отырып, барлығы жақсы, келініме өзіне ұқсаған келін берсін деп бата берген ғой. Сонда қандай ауыр десеңізші, жүрегіне отырып қалады да анау. Сонда соны көріп отырып, мен ойланған болатынмын, Алла сақтасын деп. Әрбір
әрбір қазақ бата алып жүрсін, баталы болсын, бата алатын деңгейге жетіп жүрсін, бата беріп жүрсін. Сол батаны да, өйткені бізде сөздің құдіреті деген өте керемет бір сөз арқылы сол бата айтылып жатқан кезде адамның бүкіл денесі тыңдайды екен да. Адамның денесінде де жаңағы жад бар дейді, есте сақтау, дененің өзін сақтап қалады екен да, соның әрбір клеткасымен сақтап қалады. Сосын сол айтылған нелерді жолың болсын, бағың жансын деп айтылады, иә, бағдада. Сол кесегің көгерсін деп, өсіп өн деп, сол нәрсе жаңа жұмыс жасайды екен. Сондықтан әрбір қазақ, әрбір адамзат баласы қарғыс емес, алғыс алып, бата алып жүрсін. Баталы құл арымас деп босқа айтылмаған.